Бәріңізге сәлем, мен есімім Дана. Мен медицинада 5-ші курс студентімін. Жалпы мен өмірге қажетті керекті кеңестермен өзімнің каналымда бөлісетін боламын. Мини-подкасттар 17-19 минуттың арасында болады. Жалпы бүгінгі подкасттың тақырыбы мен бір күндік өмірмен сүрмеймін. Яғни бір күндік өмірді сүрмеймін. Яғни бұл дегеніміз қалай? Мен барамда бүгін бар бүкіл ақшама соңғы затыма дейін покупка жасамаймын, шетелге шығып кетпеймін, бір нәрсе алып тастамаймын. Мен болашақты ертеңгі күнді ойлап өмір сүремін. Яғни финансовый безопасность, финансовая подушка деген бар, подушка деп, яғни артығымен ақшаны сақтап отыру. Көп адамдарда осындай ұзаққа қою мақсат қиын екен. Сол ұзаққа мақсат қойылмайтын адамдарда бізде стресстің деңгейі өте жоғары болады. Себебі ода финансовый ақша жоқ қой артығымен. Ол мысалы сондай бір жағдай болып қалса артық ақшаны қайдан алады? Вот стресс. Одан кейін ол кісілерде өзін-өзі бағалауы төмен болады. Яғни естественно сенің ақшаң жоқ болса, яғни қор дейміз ғой біз. Сол аз болса, сенде самооценка да төмен болады. Сенде артық ақша жоқ. Мысалы сен айта алмайсың, мен мынандай 10 миллиондық зат көрдім, мен оны алуым келеді, бірақ ала алмайтыныңды біліп тұрсың, себебі сенде ешқандай ақша жоқ. Және де сенде осындай өзін-өзі кінәлауға бейім болады. Білейін, осы зат керек емес еді, мен оны бекер алдым, ол енді үйде тұр деген сияқты өкініштер пайда болады. Жалпы көп өкінетін адам болады. Ал керісінше ұзақ мерзімді мақсат қоя алатын адамдарда бұл осындай стресс деңгейі төмен, себебі олар уже безопасно сезінеді өздерін, одан кейін стресс те төмен болады, естественно. Және самооценкалары жоғары болады, өзін-өзі кәдімгідей бағалайды. Мысалы айтады, мен скоро мынандай зат аламын, уже менде мынанша теңге жиналып қойған. Немесе даже ол затты алмаған күннің өзінде бұл кісілер өзін смело, безопасно сезінеді, өйткені оларда подушка бар. Және табыс пен қанағат сезімі ұзаққа сақталады. Жалпы көп адамдар бір күндік күнмен өмір сүреді. Бұл неге? Себептер бар, яғни ол бекерден бекер болмайды адамдарда. Яғни бірінші себеп бұл қорқыныш, болашақ туралы ойлардан. Яғни болашақ дегеніміз бұл бізде жауапкершілік, ответственность, дұрыс па? Егер де бұлар ойлайды, жасай алмайтын адамдар, менің бұл жоспарым іске аспай қалса ше, яғни әлі оны жасаған жоқ. Просто ойлайды, но сразу негативный ойлайды да, мысалы бұл жоспарым іске аспай қалса ше. Сол үшін бұл адам көбінесе бүгінмен шектеледі. Және де шаршайды көп адам. Бұл тіршілік, үнемі жұмыс, қысым, яғни бұл ми үнемдеу режиміне кіреді, выживаниеге. Яғни ол уже болашақта армандап, ондайды ойламайды. Тек қана бүгін аман қалсам болды деген организм выживает, как может, так выживает. Енді үшіншісі бізде орта ықпал етеді осы адамдарға. Бұл айналаңдағы адамдар егерде жоспарын құрмайтын болса, ешқандай дамымайтын болса, және тек шағымдана беретін болса, ана осындай, содан кейін осындай болып қалды, мынау мынандай, содан кейін осындай болып қалды деп айта беретін болса, сен де байқамай сол санаға кіріп кетесің, сен де басқаларды кінәлайтын боласың. Енді мен неге бір күндігімен өмір сүрмеймін? Бұл менің бүгінгі жасаған әрекетімнің жемісін мен алдағы уақытта көретініне мен сенімдімін. Өзгеретін білемін. Яғни бір күндік рахат жақсы ма мен үшін, немесе бір жылдық нәтиже артық ба? Екеуін салыстырам былай. Мен бүгін, мысалы артық салмаққа байланысты айтайын, менің қазір фастфудты прям тойып тамақ ішіп алғаным жақсы ма? Прям хочу деп, түнде жатарда тем более. Немесе мен бір жыл бойы прям диета, кешкі 6-та тамақ ішпеу, су мөлшерін ішу, газировканы азайтып ішіп, мысалы бір жылдан кейінгі менің стройна сонда фигурам маңызды ма? Екеуін салыстырам, дұрыс па? Мысалы бүгін жалқауланып мен жатпаймын, яғни жұмыс жасаймын, есесіне мен бір жылдан кейін оның гарантированный оның нәтижесін көремін. Көбінесе спортшыларда осындай. Мысалы бүгін ғана өзіңді қинайсың, зато ертең уже басқа деңгейге көшесің. Бізде адамдарда осындай мышлениеге, осындай ойлау жүйесіне көшу керек. Бір күнді қинау тең ертеңгі деңгейінің өсуі нәтижесі деп. Бұл бізде санаулы таңдау деп аталады. Яғни сен ойланасың, как бізде жануарлардан айырмашылығымыз, бізде кәдімгідей ясно санамыз бар. Біз ойлана аламыз, біз көп нәрсені біле аламыз.
мысалы животныйлар тамақ көрсе инстинктпен ол жеп қояды, ал біз ойлана аламыз ғой, біз хайуан емеспіз, біз адамбыз, сана бар, сол үшін бізде саналы таңдау қажет болады. Енді болашақпен өмір сүруді біз қалай бастай аламыз? Бұл обычно адам өз-өзіне сұрақ қоюдан басталады. Жалпы бір жылдан кейін менің кім болғым келеді? Бір жылдан кейін мені қандай өмір тыныштандырады? Және не үшін мен қазір қиналуға дайынмын деп өз-өзіңе сұрақ қоясың, оған жауап бересің. Мен осындайда бір блокноттың болғанын қалаймын, яғни бір блокнотты ашасың да өзіңнің сол кездегі ойларыңды жазып шығасың. Одан кейін яғни біріншісі өз-өзіңе сұрақ қоюдан басталады. Екінші, бізде обязательно жасау керек ол тәртіп. Яғни бізде бұл мотивация бірде бар, бірде жоқ, бұл өте тұрақсыз нәрсе. Яғни мотивация деген просто гормондардың ойнап кеткенінен, біреудің әрекеттерінің нәтижесін көргендіктен шабыт аламыз біз. Бірақ бізде шабыт всегда бола бермейді. Сондықтан бізде тәртіп керек. Яғни дисциплина бұл бізде нағыз сенімді жол. Ол бізде мотивациямыз болса да, болмаса да тұрып жасай беру қажет. Әдетте осы 21 мен 66 күннің арасында әдеттер қалыптасады. Бізге бір нәрсені енгізіп болғанша өмірімізге оны әдет ретінде өзіміз қалыптастырып отыруымыз қажет болады. Жалпы үшіншісі бізде жалғыздықтан қорықпау. Көбінесе адамдар болашақты ойлайтын адам, яғни ол көп адамға ұқсамай кетеді. Яғни өзі жеке қалып, ойланып, сондай анализ жасайды, блокнотын толтырады, ол ойлап қалады, что мені кейін болашақта жан-жағымда қазіргі таңдағы адамдар менімен араласпай қалады, мені түсінбей қалады деп. Яғни бұлай ойлауда нормально. Жалпы жалғыз қалу деген қалыпты екенін білсең, сен қорықпайтын едің жалғыздықтан. Және де қиын сәттерде өзіңді қалай ұстау керек? Мысалы, сен жасаймын деп отырсың, бірақ қиналып кетесің прям. Сол кезде не істейсің? Сен өзіңнің шаршағаныңды есіңе сақтайсың, бұның барлығы уақытша екенін, және де сен бекер қиналып жатқан жоқсың. Нәтиже бірден көрінбейді. Нәтиже бірте уақытпен, 1 ай, 2 ай уақытта ғана көрінетін болады. Жалпы біз бір күндік өмір сүру дегеніміз бұл, мен бір күндік өмірмен сүрмеймін, бір күндік күнмен, яғни өзімді сыйлаймын. Мен болашақтағы өзіме қарыздарым. Мен всегда бір нәрсені жасау керек болса, жасамай еріншектен тұратын болсам, мен көзімді жұмамын. 5 жылдан кейінгі Дана маған мысалы не деп айтады? Ой, Дана, сен не істеп жүрсің? Неге жасамайсың деген сияқты. Мен өзімді керемет идеал ретінде көремін. А если көзімді жұмамын, ол 5 жылдан кейінгі Дана мысалы ол жаман болып кетсе, қазіргіден де хуже болып кетсе, мен мысалы жаным ашымай ма өзімнің болашақтағы 5 жылдан кейінгі өміріме? Вот, осылай істеу керек. Және де болашақсыз өмір бұл бізде бос қозғалыспен тең. Яғни кейде адам қозғалып жатқандай көрінеді, жұмыс бар, күн өтеді, ай өтеді, бірақ сұрақ бар да, сен қайда бара жатырсың? Яғни бұл бағытсыз қозғалыс. Яғни нақты мақсаттары, жоспары жоқ адамдарда бұл бағытсыз қозғалыспен тең. Бұл дамудың имитациясы ғана. Сен просто күнделікті жұмысқа барасың, келесің, солай күндерің өтуде. Яғни ғылымда бұл false productivity деп аталады, яғни жалған өнімділік, продуктивность деп айтады ғой. Яғни адам бір күн бойы шаршайды, жұмыс жасап келгеннен кейін, бірақ өмірінде ешқандай өзгерістер болмайды. Бұл жерде себебі әрекет бар да, бірақ мақсат жоқ. Мен бір күндік өмірмен сүрмеймін, себебі мен бос қозғалыстан қорқамын. Мен нақты не қайда бара жатқанымды көріп отыруым керек. Тіке, солға деп. Егер де туристің яғни маршрутын білмесе, сен адасып кетесің. Дәл сондай өзіңнің нақты бағытыңды, мақсатыңды айқындау қажетсің. Жалпы бос қозғалыс бұл ең қауіпті шаршау. Өйткені ол адамды үнсіз сындырып тастайды. Сен сонда күнде таңертең тұрасың, жұмысқа барасың, бірақ ешқандай нәрсе болашақта жоспарламайсың. Сонда сен бір күндік күнімен ғана сол қарның тоқ, ұйқы бар, және де сол бір күндік күнмен ғана өмір сүресің. Енді егер де өзгертіп қарайтын болсақ, сен бұлай істесең, таңертең тұрасың, жұмысқа просто ғана барасың ба, әлде болашағыңа қарай қадам жасайсың ба? Мысалы, жұмысқа адамдар просто так тамақ ішуге, күнделікті сондай базы потребностьін жабуға болып барады. Сөйтеді, айлығы қалай түседі, сол кезде сразу тойлауға, кафе-ресторандарға, немесе басқа да қымбат жерлерге, немесе
әр отпускной сайын шетелге барып тұрады, бірақ әлі өзінің атында үйі жоқ, машина көлігі жоқ, сондай адамдар болады. Яғни мен ол адамдарды сөкпеймін, ол адамдар өзгерем десе ешқашан да кеш емес. Яғни адам просто ертеңгі күніне көз салу керек, ойлау керек болашағын, бағытын, мақсатын. Келесі бізде ертеңгі өзіңмен, бұл ар ұят әңгімесі туралында. Кейде мен көзімді жұмып, болашақтағы өзімді елестетем, 5 жылдан кейінгі мен, ол маған қарап тұр да, сұрайды да, ол менен сен мен үшін не істедің? Сол кезде ақталғың келеді, айтасың, мен шаршадым, либо мүмкіндік болмады, уақытым болмады. Бірақ бір шындық бар да бізде. Ол жерде уақытың да болды, таңдауың да болды, және де бірақ батылдың ғана жетпеді, сен жасай алмадың, сила воли болмады. Так, сондықтан мен бір күндік күнмен өмір сүрмеймін. Мен тек болашақтағы өзімнің алдымда олай ақталып, кінәлі сезініп тұрғым келмейді өзімді. Мен конкретно айтып, мен сен үшін мынандай нәрсе жасадым, мен сенімен мақтанатындай мынандай нәрсе жасадым, сен осындай болсын деп айта алатындай болу керек. Жалпы, мысалы, жасаған істеріңнен қарағанда бізде адам өмірінің соңында жасамаған істеріне көп өкінеді. Мысалы, тыныш өкініш деген бар, бұл ең қауіпті жеңіліс психологияда. Яғни адамның ең үлкен трагедиясы бұл айға емес, көз жасы да емес. Бұл ең қауіптісі, бұл тыныш, іштен өкіну, жүрегіңмен, жан тәніңмен өкіну. Сондықтан да бұл жалпы көрінген кезде бұл сыртқа бәрі қалыпты. Өмірі бар, жұмысы бар, күлкісі бар. Ішінде бір ғана ой болады. Яғни мен бұдан да артық өмір сүре алар едім ғой. Ішінде осындай болады. Бұл ғылымда бұл құбылыс external regret деп аталады. Яғни зерттеулер көрсетеді, адамның өмірінің соңында жасаған қателігіне емес, жасамаған батылдығына көбірек өкінетінін уже ғалымдар зерттеп айтып қойған. Яғни бұл тыныш өкіну, мен содан қорқамын. Яғни мен сол үшін де оңай жолды емес, бүгінгі ләззат үшін, бүгінгі бір күндік тойып тамақ ішу үшін, немесе бүгін барып бар ақшамды шоппингке жасау үшін емес, мен болашақта мәні бар, уже мақсатымды айқын қойып, сол жолды таңдаймын. Және де ішімде мен өкініп, қартайғым келмейді. Негізінен мен ата-ана болатын болсам, өзімнің балаларыма кішкентайдан, яғни ақыл ес біліп, уже ақшаны санай алатын кезінен бастап ақша беретін едім қолдарына. Одан кейін оларға депозит ашып, депозит болмаса да копилкада ақша жинауды үйретер едім. Ертеңгі инвестиция бұл бүгінгі қиындық. Көп адам инвестицияны тек қана ақшамен байланыстырады. Бірақ ең қымбат инвестиция бұл өзіңе салынған инвестиция. Бүгінгі тәртіп, білім, шыдам бұл ертеңгі еркіндік, таңдау және де тыныштық. Сондықтан бұл даму әдетте ауыр, жалғыз сезіледі және де баяу сезіледі. Дегенмен де сол баяулықтың өзі нақты өсудің белгісі. Мен бүгінгі жайлылықты ертеңгі деңгейге айырбастаймын. Сол үшін мен бір күндік күнмен өмір сүрмеймін. Так, достар, сендерге де мен советую, бүгінгі күнмен өмір сүрмеңдер. Алдағы уақытта, болашақта мен финансовый грамотность туралы, финансовый подушка туралы, және де минимализм туралы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сол үшін менің каналыма тіркеліп алыңдар. Мен алдағы уақытта пайдалы болатыныма 100% сенімдімін. Ал келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.